Сен соңғы анимацияңды качан көрдүң? Ол мультфильм, мультсериал немесе маркетингге арналган болуу мүмкүн. Булар тек таанымал жолдары гана. Казірге дейін неше түрлі мыкты мультсериалдар шықты. Оған мысалға Губка Боб, Gravity Falls, Аватар, Легенда о Банге, Мир Гамбола деген сияқты түрлі мультсериалдар бар. Қазақстанда жасалған мультфильм десем, ойыңа бірінші не түседі? Мүмкін ол Алдар көсе, Ер төстік немесе Балапан телеарнасы. Анимация медиасферадағы ең үлкен индустриялардың бірі. Қазір Disney, DreamWorks, Pixar, Sony сияқты гиганттар билеуде. Ал сен қазақша қандай аниматор компания білесің, мультфильм білесің? Бұларды қоя тұрып сол жоқ дегенде Nickelodeon, Cartoon Network дәрежесіндегі бір сериал бар ма? Анимация индустриясы Қазақстанда алғашында 60-шы жылдар пайда болды. Ол Қарлығаштың құйрығы Негайыр деген ертегінің адаптациясы болды. Одан кейін 2-3 анимациялық фильмдер шыққанымен, ол қатты дамып кеткен жоқ. Тек 21-ші ғасырдың келуімен жаңа жобалар жасалына бастады. Өзім кішкентайымда Алдар көсені көретінмін. Көрінісі өте біртүрлі болатын қисық анимациялар, бірақ не дегенмен де ол өте қызық болатын. Айтпақшы, алғаш Қазақстандағы үлкен экранға шыққан 3D мультфильм Ер төстік болды. Әйгілі Ер төстік ертегісінің мульт адаптациясы болатын. Ол сол кездегі 10 жасар балаға бәрі әдемі, керемет көрінетін. Шамамен сол кездері Тимур Миржаник, Мақтаншақ қыз, Тәріздес қысқа форматтағы мультиктер шыға бастады. Мен осы емперден кішкентай кезімде қатты қорқатын, түсіме кіретін. Сосын Балапан шықты. Басында құтқарушы Ақылбек, Алтын Сақа, Ғажайып санға саяхат, кейінірек Әлі мен Ая және сол тәріздес арзан мультфильмдер көп болды. Есіңде болса, Балапанда 3 легендарный сериалдар болатын. Санжар мен Қайсар, қазір көрсем, толық наркомания. Томпақ, Қалқан құлақ. Егер қызық болса, астына жазып кет. Қазіргі Балапан өз уақытын өзгерткен. Бұрын шоулар мен мультфильмдер қызығырақ еді. Қазір олар өте топас болған. Оның себебі Балапан өз аудиториясын 6 жастан төмен балаларға арнады. Балапан әйгілі Кокомело каналының тактикасы қолдануда. Ол барынша естиқаларлы, түрлі түсті, кішкентай балаларға арналған контент шығаруда. Тақырыптан алып кеттім. Бүгінгі әңгіме Балапан туралы емес, ол өзі бір бөлек тақырып. Қаласаң, астына жазып кет. Және лайк бас. Енді біз қазақша мультфильмдердің 2 түрін таптық. Біріншісі тарихи, көбінесе батырлар туралы, және ертегі тәріздес. Оған сол Ер төстік, Алдар көсе, Қарлығаштың құйрығы Негайыр деген мультфильмдер жатса, екіншісі Балапан стилі. Ол мектеп жасына дейінгі балаларға арналған, барынша қарапайым, арзан мультфильмдер. Осы жақындан бері 3-ші ағын келуде. Ол жаңа шығып жатқан талантты веб-анимация бар. Ара студио. Олардың Шырақ және Ит деген 2 короткометражкасы бар. Анимациялары өте сапалы, көзге әдемі көрінеді. Бұл адамдар өздерінің не істейтінін біледі. Және солар қатыс, бұл да өте сапалы, әдемі, динамичный мультфильм. Оны көп айтқандан гөрі бір көрген жақсы. Бәрі аман ба? Балам, қаттырақ ұрмадың ба? Кешіріңіздер, алма жинап жүріп қолымды ауыртып алдым. Ей, сендер неге Тұмарға көмектеспеңдер? Өзі ғой бізге ештеңе түсіндірмеді. Иә, өзі ғой. Сөйлейтін несі бар оның? Алма жинауды білмейсіңдер ма? Енді жинап жатыр едік қой. 2 сағат бұрын. Сәл күткенде роботың бәрін өзі бітіріп тастаушы еді. Ал сенің ойсыз роботты менің қолымды езіп тастады. Менің соққымнан мынаның миы шайқалып кетіпті. Енді тұрмайтындай. Салайын. Түсіндің бе? Ми бар болса, дұрыстап жасамай ма? Жиналыңдар, қазір бізге тышқанды жеңіп, абайлаңдар! Айтпақшы, Ара студио кейбір ойындардың жасалуына көмектеседі және ойын жасайды. Ара студиодан да басқа Тасқын студио деген бар. Олар өз ісінің монстрлары. Өздерінің 7-8 жобалары бар, күншіктер, 5 тай-тай, көптеген тизерлер және қазақша комикстар.
Бұның бәрі өте сапалы. Күншіктер мини сериалының 2 сезон шықты, оны мен өзім қарындастарым сүйіп көреді. Өте әдемі жасалған, кішкентайларға да үлкендерге де көруге болатын мультсериал. Оның айқын көрінетін бір кемшілігі оқиғаның тездігі. Конфликт бастала жатып тез бітіп бірақ ол мультсериалдың хронометражының аздығынан. Және тағы да Алдар мен Көсе мультфильмінің трейлері өткен, ол осы жылы кинотеатрға шығады. Оның қандай екенін шыққан кезде көретін боламыз. Бұлардың бәрінің ортақ мәселесі ақшаның аздығы. Сапалы мультик жасау үшін көп қаражат керек, оны бере алатын үкімет қана. Егер де сол ақшалар болғанда, осы студиядан жақсы жобалар шығуы мүмкін еді. Бірақ үкіметтен қаржыландыру алуда қазіргі қоғамда жас студиялар үшін өте қиын. Алған күннің өзінде ол өте шартты ақшалар. Оған бір айқын дәлел Кенже қыз проекті. Бұл кішкентай батыл қыздың батыр болуы туралы заманауи мультфильм. Сценарийде, стильде заманауи. Бірақ көп конфликттен өтті, көп қиыншылық көріп, әрең шыққан мультфильм. Оған басқарудағы хаос, бюджеттің ұрлануы бәрі кедергі болды. Сонда не істеу керек? Қазақша анимация өлу керек па? Жоқ, бізде таланттар, мамандар бар. Бізге тек еркіндік, сенім және ақша керек. Қазіргі көрермен сыншы, олар сапасыз дүниені көргісі келмейді. Ал жасаушылар сол көрерменнің сенімін ақтауға дайын болу керек. Оларға тек біздің қолдау керек, біз солай олардың жолын ашып бере аламыз. Қазақ анимациясы қиын жағдайда болды, бірақ олар енді екінші демін ашуда. Оны тірілту біздің қолда. Жаңа толқын келе жатыр. Бізге соны қабылдап, дамыту керек. Егер сен де қазақ анимациясын қолдағың келсе, бөліс, жаз, айт, сурет сал, анимация жаса. Ең бастысы әрекет ет. Ал егер видео ұнаса, лайк басып, астына пікіріңізді жазып кетіңіз.